Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге салаттардың бірі барон деп аталатын салат дайындайтын боламын. Ерекше салат жасап көріп, кейін комментарийде пікірлеріңізді қалдыруға болады. Ең алдымен грек жаңғағын жақсылап жуып, кептіріп, пергамент қағазына салып, пешімізге 2-3 минут кептіріп аламыз. Қатты күйдірмеңіздер, өйткені дәмі ащы болып кетеді. Енді ысталған тауық етінің сыртқы терісін алып, 4 бұрыш етіп турап, ыдысымызға саламыз. Одан соң сырды да 4 бұрыш етіп турап, жаңағы тауық етіне қосамыз. Енді осылай қолмен салат жапырағын үземіз. Одан соң жүзімдерімізді жуып, турамай саламыз. Сүйектері жоқ жүзім болған дұрыс. Кейін черри қызанағын 2-ге бөліп саламыз. Айта кететіні, менде черридан үлкен болған соң 4-ге бөлдім. Енді майонез құйып, күш салмай жақсылап төменнен жоғары араластырамыз. Ең соңында алдында кептірілген грек жаңғағын осылай салафанға салып, оқтау немесе осындай арнайы ас үйіндегі балғамен соқсаңыз болады. Енді дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, үстіне грек жаңғағын себеміз. Міне осындай көрікті және бастысы дәмді болып шығатын салатымыз дайын. Асыңыз дәмді болсын.